30 желтоқсан күні Қазақстан Республикасының президенті Қазақстан Республикасының азаматтарын төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы заңына қол қойды. Аталған заң 3 наурыздан бастап күшіне енеді. Осы заң аясында банкроттық рәсім 3 түрге бөлінеді. Бірінші түрі ол соттан тыс банкроттық, соттық банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру. Бірінші түрі ол соттан тыс банкроттық рәсім болып келеді. Бұл жерде қарызгерлер банктер, микроқаржы ұйымдары және коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша 1600 есептік көрсеткіштен аспайтын қарыздар бойынша қолданыла алады. Шарттары ол соңғы 12 айдың ішінде ешқандай соманың төленбеуі, екінші мүліктің және ортақ мүліктің болмауы, үшіншіден банктермен есеп айырысу шарттары жүргізілуі тиіс. Сонымен қатар ерекше екі жағдай қарастырылған, ол соңғы 6 ай ішінде әлеуметтік көмек алып жүрген кісілер қолданыла алады. Сонымен қатар соңғы 5 жылдан кейін қарыз төленбеген кісілер қолданыла алады. Екінші түрі ол соттық банкроттық рәсім. Бірінші түрінен ерекшелігі 1600 айлық есептік көрсеткіштен жоғарғы сомалар бойынша берілуге болады, және де басқа да қарыздар бойынша берілуге мүмкіндік бар. Тағы да бір ерекшеліктері, ол жерде мүлік болған жағдайда да осы банкроттық рәсімді қолданыла алады. Үшінші түрі ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі болып табылады. Ол сот арқылы жүзеге асырылады. Яғни қарызгер өзінің қарыз сомасын 5 жыл деңгейіне бөліп төлеу немесе басқа да заңға қайшы емес тәсілдер арқылы соттың көмегімен өз төлем қабілеттілігін қалпына келтіреді. Әрине, осы заңда қолданған жеке тұлғаларға қатысты салдар да бар. Ол банкроттық рәсім аяқталғаннан кейін 5 жыл ішінде ешқандай несие ала алмайды. Екінші түрі 3 жыл ішінде қаржылық мониторингті бақылауында болады, және де қайта 7 жыл ішінде банкроттық рәсім қолданыла ала алмайды. Қосымша ақпараттарды ресми байланыс орталықтары арқылы 1414 қосымша 3 саны немесе 77 31 86 нөмірі арқылы біле аласыздар.